Баршаңызға қайырлы күн, есім Аяулым. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тегін көптеген видео рецептер шығатын болады. Бүгін сіздерге қатпарлы слоеный тестодан самсаның жасалу жолын көрсететін боламыз. Самсаны өз қолдарыңыздан жасап алсаңыздар болады. Заказға пісірсеңіздер де болады. Өте керемет болып шығады, қатпарлы болып. Ол үшін бізге салқын суымызға бір қасық тұзымыз салып, жақсылап ерітіп аламыз. Еріген тұзымызды ұнымыздың үстіне аз-аздан құйып отыра, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмауы керек, жұмсақ болуы керек. Мінекей, дәл осылай етіп, жұмсақ қамыр илеп аласыздар. Осы иленген қамырымызды бетін жауып, 5-10 минутқа қалдырып қоямыз тыңғанша. Ендігі начинкасын дайындаймыз. Начинкасына фарш, ұсақтап пиязымызды турап, бетіне салып, оның үстіне бұрышымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің жаңағы нанымыз тынып дайын болды. Оны осылай екі бөлікке бөліп, екеуін де дәл еттің қамырында етіп жайып аламыз. Қатты жұқада болмауы керек, қатты қалыңда болмауы керек. Себебі ортасына май жаққанда сіңетіндей болуы керек. Жұқа болса да сіңбей қалады, қатты қалың болса да сіңбей қалады. Дәл осы видеодағыдай етіп, екі тестамызды да жайып аламыз. Және де бөлек ыдысқа майымызды салып, қыздырып, бір қайнатып алғандарыңыз дұрыс, сонда ортасына жаққанда қатпарлы болып шығады. Ертіп, қыздырып аласыздар. Мінекей дәл осылай қызады. Осыны нанымыздың бір бөлігіне алып, жақсылап тұрып жағып аласыздар. Ыстық болуы мүмкін, қолдарыңызбен болмаса, осыны арнайы щеткамен жағып алғандарыңыз дұрыс. Барлық шетіне осылай жағып аласыздар. Видеоға түспей қалыпты, жаңа екінші қамырларыңызды да жайып, бетіне қойып, оның үстіне де жаңағы майларыңызды құясыздар. Содан кейін осылай шетінен бастап, осылай орап шығасыздар, дәл видеодағыдай. Оралған қамырларыңызды осылай бұрып, дөңгелек етіп, салафанмен жауып, морозильникке жарты сағатқа қойып қоясыздар. Жарты сағат болмаса, одан да көпке қойсаңыздар болады. Көпке дейін шыдай береді бұл теста. Мінекей, менің уже қамырым дайын болды. Морозильникте тұрды. Менікі жарты сағаттан көп тұрды. Осыны алып, шетінен бастап, дәл видеодағыдай үстінен басып шығасыздар. Сонда қатпарлығын сақтайтын болады. Мінекей, дәл осы видеодағыдай басып аласыздар. Барлығын осылайнан етіп, өлшеп кесіп аласыздар. Мінекей, осылай болып қатпарлы болып шығады. Осы нандарыңызды ұнның көмегімен дөңгелек етіп жайып аласыздар. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қылып жайып аласыздар. Ұнның көмегімен, оқтаудың көмегімен дәл видеодағындай жайып аласыздар. Ендігі жайылған қамырымыздың үстіне жаңағы начинкамызды салып, жақсылап түйіп аламыз. Дәл осы видеодағыдай ортасына шет жағына начинкаларыңызды салып, бетін жауып, бүрмелеп түйіп шығасыздар. Мінекей, екі шетін қаттырақ басқандарыңыз дұрыс. Дәл міне видеодағыдай. Бұл самсаны морозильникке қатырып, біраз уақытқа сақтасаңыздар болады. Қонақ келгенде лезде пештеріңізге салып, бетіне жұмыртқасын, күнжіттарын сеуіп, салып жіберсеңіздер болады. Дап-дайын болып, морозильниктеріңізде қатпарлы болып тұратын болады. Қатып тұрады. Мінекей, дәл осы видеодағыдай осылай бүрмелеп түйіп аласыздар. Мен екіншісінде көрсетейін. Дәл бұлай түйулеріңіз міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша. Маған осылай түйген ұнайды, сондықтан мен осылай түйіп жатырмын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Осылай түйіп, барлығын түйіп алдым. Мен жартысын қатыруға алдым. Ал қалған жартысын пешке қыздырып, пешке пісіріп алдым. Астына сәл ғана ұндарыңызды сеуіп, қатырып аласыздар. Морозильниктеріңізге қойып қойсаңыздар қатып болады.
Мен қалғанын пешке пісірдім. Осылай бетіне жұмыртқасын жағып, қалауларыңыз бойынша күнжіт мақтарыңызды сеуіп, пештеріңізге салып аласыздар. Дәл осылай жұмыртқа жағып та қыздырып, морозильниктеріңізге қатырып қойсаңыздар болады, дап-дайын болып тұрады. Осылай жұмыртқасын салып, пешіме салып пісіріп алдым. Мінекей менің самсам уже дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей дәл осындай қатпарлы болып шығады. Қатпарлығын сақтайды, қытырлап әп-әдемі болып шығады. Алдағы уақыттарда сіздерге көптеген видео рецепттер шығатын болады. Сіздермен болған аяулым. Рахмет.